Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен өте оңай және дәмді шығатын бисквиттің оригинал рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттардың бәрі бөлме температурасында болуы қажет. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, ұн, қант, ыстық су, қамыр қопсытқыш және сұйық май қажет болады. 4 жұмыртқамызды миксердің жай жылдамдығынан бастап жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай жұмыртқамыз көпіріп бастаған сәтте қантымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз. Бірден қосып жібермейміз. Және осы жерде таймермен жұмыс жасасаңыз болады. Миксердің жылдамдығын көтере отыра, каждый көтерген сәтте 5 минуттан 25 минуттай миксерлейміз. Массамыз осылай 2 есе үлкейеді. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне електен өткізіп, ұнымызды 3 бөліп қосамыз. Массамыздың астынан үстіне көтере отыра, массамызды басып алмай жақсылап араластырамыз. Ұнды 3 бөлікке бөліп қосу маңызды. Осылай басып алмай жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Жақсылап ыстық суымызды құямыз. Оны да араластырамыз. Формамыздың астына осылай мен фольга төседім. Формам 22 диаметрлік. Шыққан массамызды осы формамызға салып, қызып тұрған печкамызда 170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан бисквитімізді осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Ыстық күйінде осылай решеткаға төңкеріп қоямыз. 1-2 сағаттай тұруы қажет суығанша. Суыған бисквитімізден фольгамызды шешеміз. Суытып барып формамыздан шешеміз. Пышақтың көмегімен осылай ақырындап босатып аламыз. Бисквитімізді формамыздан шешіп, пищевой пленкаға орап, 5-6 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Осылай бізде әдемі бисквит шығады. Тоңазытқыштан алып, бисквитіміздің бетіндегі слойын алып тастаймыз, бетіндегі қабатын. Ол бізге қажеті жоқ. Дайын болған бисквитімізді 3 бөлікке кесіп аламыз. Пышақтың көмегімен айландыра отыра осылай бір тегіс қылып кесіп аламыз. Бұл бисквиттің бір ерекшелігі ортасы көтерілмейді және өте жұмсақ болады. Салмасына кез келген кремді пайдалансаңыздар болады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Арнамда көптеген жаңа рецепттер шығатын болады. Жасап көріңіздер.